Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен ауызда еритін өте дәмді, нәзік шарлотка пирогын дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: 1 чайный ложка разрыхлитель, 1 чайный ложка ванилин, 1 столовый ложка крахмал, 150 грамм ұн, 160 грамм құмшекер, 6 жұмыртқа және 2 алма қажет. Алманы осылай көпіктеп турап дайындап аламыз. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағын сарысынан бөліп аламыз. Барлық жұмыртқамыздың ағуызын сарыуызынан бөліп алып, біздің ыдысымыз құрғақ болуы қажет. Сарыуызымыз ағуызымызға түсіп кетпеу керек. Құмшекерімізді қоса отырып, жақсылап әппақ өз формасын сақтап тұрғанынша миксермен араластырамыз. Құмшекерімізді бірден салуға болмайды. Миксеріміздің басы да, ыдысымыз да барлығы құрғақ болу қажет. Одан соң жұмыртқамыздың сарыуызын кезектеп бір-біреулен салып араластырамыз. Барлығын бірден салып жіберуге болмайды. Ванилинімізді саламыз. Разрыхлителімізді саламыз. Крахмалымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнымызды ситадан өткізіп, бөліп отырып саламыз. Араластырамыз жақсылап. Миксерлейміз. Дайындап көріңіздер, өте дәмді шарлотка пирогы шығады. Егер де менің видеоларым ұнап жатса, тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Мені қолдап қойыңыздар. Осындай нәзік қамыр шығады. Үстінен алмамызды салып араластырамыз. Алмамызды жақсылап тұрып араластырамыз. Комментарияға любой смайл қалдырып, бағасын беріп кетіңіздер. Одан соң пергамент қағазымызға қамырымызды құямыз. Пергамент қағазын суға бір малып алсаңыздар, өз формасын ұстап, топ-томалақ болып шығады. Менде диаметрі 22 сантиметр. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пешімізден шығарып, шпажка тығып көру арқылы піскенін білеміз. Одан соң суытып аламыз, жан-жағын ашып. Бетін безендіруге мен 100 грамм шоколадты ерітіп, бетіне жақтым. Менде альпенгольд фундукпен. Осымен біздің шарлотка пирогымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.